сәлеметсіздер ме құрметті 10 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз биология пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде 90-дық жиынтық бағалауға арналған ТЖБ тапсырмалары оқушылар. Бұл бізде 4-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмалары. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды орындайық. Суреттен миленді қабықшаны анықтаңыз деген. Ол бізде мысалы осы екінші бөлікте орналасқан. Бұл бізде миленді қабықша деп аталады екен. Келесі бізде екінші тапсырма, сөйлемді толықтырыңыз деп бізге берілген екен. Натрий және калий иондарының қарқынды түрде орын ауыстыруынан болатын өзгеріс бізде әрекет потенциалы деп жалпы аталады. Бізде дұрыс жауаптар жалпы әрекет потенциалы. Келесі бізде оқушылар үшінші тапсырма. Ортаңғы ми сәйкестігін анықтаңыз деген. Олай болса, тапсырманы орындайық. Ортаңғы ми бізде бұлшықет тонусының біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Ал бізде жұлын бұл жұмсақ торлы және қатты қабықшалармен қапталған. Келесі бізде ми сыңарлары. Ми сыңарлары ірі жүлгелермен бірнеше бөлікке бөлінеді. Ал бізде рефлекс деп отырғанымыз бұл өткізгіштік қызмет атқарады. Міне оқушылар, дәл осылай тапсырманы орындайсыздар. Келесі бізде төртінші тапсырма, А бөлігінің қызметін сипаттаңыз деп бізге берілген екен. Бұл жалпы тербелістердің теріге әсерін қабылдайды. Келесі бізде бесінші тапсырма. Сөйлемді толықтырыңыз деп бізге берілген екен. Холинергиялық синапс екі нейронның түйіскен жері. Бұлшықет талшықтарының жиырылуының үш типін ажыратыңыз деп бізге берілген. Ол бізде бірінші изотоникалық, ал изометриялық екіншісі, ал үшіншісі бізде аутсотоникалық деп аталады. Келесі жетінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді жазыңыз деп бізге берілген екен. Қанға бұлшықет талшықтарының жылдамдығына байланысты баяу тонустық және жылдам физикалық талшықтар деп екі типке бөлінеді деп жазасыздар. Келесі бізде сегізінші тапсырма. ЭКГ сызбасын пайдаланып П тішесі нені білдіретінін анықта деп бізге берілген екен. Пи тішесі жалпы бізде пи тішесі мұнда орналасқан. Бұл бізде R, яғни жүрек соғысы, Т және де пи берілген. Және де уақыт секундтары да бізде төменде берілген. Пи тішесі оң және сол жүрекшенің қозуын білдіреді. Тоғызыншы тапсырма, сөйлемді аяқтаңыз деген. Жүрек автоматиясы деген не деп бізге берілген? Жүректің өзінде пайда болатын импульстердің әсерінен жиырылу қабілеті, яғни ешқандай да әсерсіз, яғни бөгде заттардың әсерінсіз жүрек өзінің жалпы жүректің өзінде пайда болатын импульстерді бізде жүрек автоматиясы деп бізде атайды екенбіз. Келесі бізде 10-шы тапсырма, биотехнологияда қолданылатын микроағзалардың бір артықшылығы мен кемшілігін жаз деп бізге берілген. Артықшылығына келетін болсақ, биотехнологияда жалпы микроағзаларды бізде көмегімен неше түрлі антибиотиктер және де ферменттер, дәрумендер жасалады. Ал зиянына келетін болсақ, мысалы микроағзаларды біз көп қолданатын болсақ, патогенді ауру тудыратын түрге айналып кетуі мүмкін. Мысалы микроағзалар мутацияға ұшырап түрлі ауруларға айналып кетуі мүмкін. Енді сіздерге жауабын толықтай оқиын. Артықшылықтары бұл микроағзалар көмегімен антибиотиктер, ферменттер, дәрумендер және басқа да пайдалы өнімдер жылдам әрі арзан өндіріледі. Ал зиянына келетін болсақ, кейбір микроағзалар мутацияға ұшырап, патогенді ауру тудыратын түрге айналуы немесе экожүйеге зиян келтіруі мүмкін деп жазасыздар оқушылар. Келесі бізде 11-ші тапсырма.
полимеразды тізбекті реакцияны ПТР қандай салада қолданады? Көп таңдауды, көп таңдауы бар деп бізге берілген екен. Жалпы бізде полимеразды тізбекті реакцияны, яғни ПТР-ді бізде медицинада, диагностикада қолданады, және де ДНК-ны анықтауда бізде осыны қолданады екенбіз, яғни ПТР-ді қолданады екенбіз. Келесі бізде 12-ші тапсырма, гендік инженерияның маңызын сипаттаңыз деген. Гендік инженерияның бізде маңызы, сіздерге түсіндіретін болсам, жалпы түрлі өнімдерді алу керек болатын болса, яғни ол жақсы өсетін және де ауруларға төзімді, суыққа жақсы төзетін, мысалы әртүрлі өнімді алу үшін біз гендік инженерияны қолданамыз. Яғни басқа бір генді бөгде бір генге қосу арқылы біз жаңа түрді алады екенбіз. Бұл гендік инженерияның жалпы маңызы десек те болады. Жалпы гендік инженерия арқылы оқушылар біз сондай түрлі жаңа түрлерді жалпы ала алады екенбіз оқушылар. Енді оқушылар сіздерге жауаптарын айтайын. Гендік инженерияның маңызын сипаттаңыз деген, бізде гендік инженерия ауруларға төзімді ағзалар жасауға, өнімділікті арттыруға және маңызды дәрілерді өндіруге жалпы осы гендік инженерия мүмкіндік береді екен оқушылар. Оқушылар біз толықтай ТЖБ тапсырмаларын түгел дерлік орындаған болатынбыз. Оқушылар енді осы ТЖБ тапсырмаларының барлығын орындадық. Жалпы толық балл алатындай етіп, біз толықтай жауаптардың барлығын сіздерге төменде толықтай жазып, барлығын көрсетіп кеткен болатын оқушылар. Оқушылар енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Алдағы жазғы демалыстарыңызға сәттілік тілеймін, және де келесі 11-ші сыныптарда сіздермен бірге болады деген үміттемін оқушылар. Алдағы уақытта сіздер өздеріңіздің мамандықтарыңызды таңдап ұбт тапсыратын боласыздар. Сол уақыт сіздерде ол уақытқа сәттілік тілеймін оқушылар. Осы 11-ші сыныптарда жақсы оқып, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызға түсіп кетулеріңізді жалпы тілеймін оқушылар. Құрметті оқушылар, сіздерді оқу жылының сәтті аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Жазғы демалысқа жақсы көңіл күймен аттанып, келесі жаңа оқу жылында қайта кездесеміз деген үміттемін оқушылар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.